Құрметті студенттер, бұл видеода біз ішастар арты кеңістік анатомиясы, оның топографиясы туралы айтамыз. Бізге өткен видеоларда ішастардың анатомиясы, оның туындылары, топографиясы туралы айтқан кезімізде біз бұл ішастар туралы тоқталғанбыз. Бұл ішастар іш қуысының кавитас абдоминалистің бір бөлігі. Бұл алдыңғы видеода айтқан іш қуысы кавитас абдоминалис тұрады ішперде қуысынан кавитас перитониалистен және ішастардан тіс кеңістік спациум ретроперитониалистен дейді. Сондықтан біз ішастар оның қуыстарына айттық, бұл жерде ішастардан ішперде тіс кеңістікке тоқталатын боламыз. Ішастар арты кеңістік дегеніміз не? Спациум ретроперитониалис дегеніміз сыртынан немесе артта сыртынан фация эндоабдоминалиспен, мен стрелкамен көрсетіп отырамын, қарап отырамыз. Фация эндоабдоминалистің артқы жапырақшасымен іш жағынан немесе алдынан париеталды ішперденің артқы жапырақшасы аралығындағы кеңістікті спациум ретроперитониалис деп атаймыз. Бұл спация ретроперитониалистің қазір қабат-қабат бойынша топографиясына жеке тоқталып шығамыз. Соны біз әрі қарай жалғастырамыз. Ең бірінші, енді сырттан ішке қарай талдайық. Бұл бірінші мына қызылмен бейнеленген бұл фация эндоабдоминалис. Фация эндоабдоминалис бар іштің іш қуысының іш жағына жауып тұрады. Бұл шандыр сол аймақтың жабатын бұлшықеттеріне сәйкес солай айтылады. Мысалға, мынау іштің ішкі қабатындағы жалпақ бұлшықеттерінде мускус трансверсус абдоминис, соны жабатын бөлігі. Мынау мускус квадратус люмборум, белдің шаршы бұлшықетін соған жабады. Мынау мускус псос майып, үлкен бел бұлшықетін жабатын бөлігі. Көрдіңіз ба? Бұл бұлшықеттер міне омыртқаның алдынан өткен кезде омыртқа алды шандыр деп айтылады. Ал мынау көрсетіліп тұрған ол бүйрек, то есть көкет аяқшасы онда жабады. Сондықтан бұл шандырлардың осы бұлшықеттерге сәйкес сол бұлшықеттердің атауымен айтылады. Сонымен бірінші қабаты фация эндоабдоминалис. Келесі ішпердеден тіс кеңістіктің шелмайы. Бұл жерде қазір мен стрелкамен көрсетіп отырамын. Мінекей, міне стрелкамен қараңыз. Бұл текстус целлюлезус ретроперитониалис деп айтылады. Екі жақтан да қарауға, мінекей. Бұл текстус целлюлезус ретроперитониалис. Бұл жоғарғы жағында көкеттің қолқалық тесігі арқылы кеуде қуысында өтіп, артқы көкірек аралық медистинум постериормен байланыс жасайды. Ал төменгі жақта ол жамбас астауының қабырғалық шелмайымен байланыс. Сондықтан бұл жерде артқы көкірек аралықтан іріңдіктердің таралып кетуі де мүмкін, және ішперден тіс кеңістіктен жамбас астауына қарай іріңдіктің таралуын осымен түсіндіреміз. Бұл екіншісі. Келесі бұл фация ретроперитониалис. Бұл көкпен бейнеленген. Бұл бүйректің латералды жиегіне келген кезде екі ажырайды. Фация ретрореналис және фация пререналис. Бұл фация біз бүйрек қабықшаларында оқыған фация реналиске сәйкес келеді. Бүйрек қабықшаларында біз айтып қойдық, фация реналис бар деп. Міне сол. Бұл алдыңғы фация пререналис, бүйректің алдынан өтеді, міне қараңыз. Қолқаның іш бөлігі төменгі қуыс-венаның алдынан өтіп, қарама-қарсы жақтың дәл осылай фация пререналисімен қосылып кетеді. Ал артқы шандыры ол қосылмайды. Бұл жерде мына суретте бейнеленбеген, міне тәждер береді, ақыр соңында бұл осы жердегі омыртқаларға барып бекиді. Сөйтеді, бүйректі ұстап тұрады екен. Сонда бұл шандырлардың арасында жаңа айтқан қан тамырлары қалып қояды. Келесі қабат бүйректің шелмай қабы капсула адипоза ренис. Бұл екі шандырдың арасында тұр. Капсула адипоза ренис бұл 0,5-тен 5 сантиметрге дейін қалыңдығы ауытқып отырады. Бұл әр адамда дербес ерекшеліктеріне байланысты. Және бұл капсула адипоза ренис бұл әсіресе бүйректің артқы қабатында жақсы дамыған. Келесі қабаты бұл тоқшек маңылық шелмай дейді, немесе оны параколон деп атайды. Параколон, мінекей. Осы фация
перитониаль, то есть мына айткан бүйрек шандығының алдында орналасқан, мінекей, параколон. Және параколонның алдында орналасқан ол фация толпти. Үздік сызықпен берілген фация толпти. Қазір мен фация толптидің қалай қалыптасатынына мен тоқталатын боламын. Және оның алдында орналасқан париеталды ішперде. Бітті. Қабат бойынша спациум ретроперитониалисті біз айтып шықтық. Енді бұл жерде осы кеңістікте осы қабаттардың арасында орналасқан мүшелердің барлығын біз ретроперитониалды орналасқан мүшелер деп атаймыз. Бұл жерде тап айтып кетейік, бұл тоқшектің төмендеген және жоғарылаған бөлік, кеше үш жағынан жабылады дедік қой, мезоперитониал жабылған, сондықтан іштің артқы қабырғасына олар бекіп тұрады. Ал мынау аш ішек шажырқайының түбірі. Енді фация толпти дегенне мінекей қараймыз. Мына суретте этаппен берілген. Ұрықтық даму кезде, құрсақшылық даму кезінде тоқшектің жоғарылаған және төмендеген бөлігі мезоперитониал дейміз, интраперитониал жабылады. Олардың өзіндік шажырқайы болады. Көрдіңіз ба? Шажырқайы бар. Мынау париеталды ішперде. Кейін осы екі бөлігі іштің артқы қабырғасына жақындайды да, мінекей, и осыған бекіп жабысады. Нәтижесінде париеталды ішперде мен мінекей висцералды ішперде, яғни жоғарылаған және төмендеген бөліктің жапырақшалары қосылған кезде осы висцералды жапырақшасы, міне тұрған шажырқайдың бір қабаты, осы астыңғы жағына енеді де, тереңге қарай енеді де, фация толптиға айналады. Міне, фация толпти деген міне осы. Сонымен біз шартты ішпердеден тыс кеңістіктің қабат бойынша топографиясына тоқталып шықтық. Енді мына слайдтың төменгі жағында ішесті арты кеңістіктің қабаттары, яғни арттан алға қарай, немесе беттейден тереңге қарай принциппен қабаттары айтылып шыққан, осы білімді нықтап алайық. Сонымен бірінші ол фация эндоабдоминалис, екіншісі ол текстус целлюлезус ретроперитониалис, келесі үшіншісі ол фация ретроперитониалис, жаңағы айтқан фация реналиске сәйкес келеді. Одан кейін капсула адипоза ренис, одан кейінгі параколон және фация толпти. Ең соңында оның ішкі жағында ол париеталды ішперде. Сондықтан осы құрылымдарды ішперде тіс кеңістіктің құрылымдары деп